Мүмін сүресі. Рахман әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Хамим. Бұл азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Алим, шексіз ілім иесі Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Ол күнәлерді кешіруші һәм тәубелерді қабыл алушы, алайда жазасы қатты. Сонымен қатар теңдесі жоқ жомарттық иесі, одан басқа құдай жоқ. Ақырында барлығы да оған қайта. Алланың Құрандағы һәм күллі болмыстағы ап-айқын аяттары жайлы тек күпірлікте қасарысқандар ғана таласып тартысады. Алайда, сен олардың қолдарындағы қу дүние мен баянсыз биліктің арқасында қаладан қаланы, ел-елді емін-еркін шарлап, шалқып жүргендеріне алданба. Олардан бұрын Нұхтың қауымы һәм олардан кейінгі бір қатар қауым да пайғамбарларды өтірікшіге балап мойындамады. Әр қауым өз пайғамбарын қапелімде қолға сүріп, қастандық жасауға шындап кірісті. Сөйтіп жалғанға сүйеніп, сол арқылы ақиқаттың туын жығып, тұғырын сындыру үшін барын да, жанын да салды. Алайда, мен оларды бас салып, сазайларын тартқыздым. Ендеше менің жазалауым қалай болады екен, көріңдер. Міне, күпірлікте қасарысқандардың нағыз тозақлар екендігіне қатысты Раббыңның сөзі, үкімі осылайша нақтыланды. Аршты арқалаған және оны айнала қоршаған періштелер Раббыларына сен мінсізсің, кемелсің, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік һәм ең көркем есімдер мен сипаттар бір өзіңе ғана тән деп мадақ жаудырады. Оған күллі болмыстың жалғыз жаратушысы әрі иесі ретінде кәміл сенеді және иман келтіргендер үшін одан кешірім тілеп, уа Раббымыз, сенің шексіз рахымың мен ілімің барлық нәрсені толық қамтыған, яғни сен әрбір жаратылыстың мұң-мұқтажын шексіз іліміңмен білесің, әрі оларды шексіз рахмыңа бөлеп, мұң-мұқтажына қамқорлық жасайсың. Олай болса, тәубеге келіп, өзіңнің жолыңа түскендерді кешіре көр, оларды жаһаннам азабынан сақтай көр. Уа Раббымыз, оларды өзің уәде еткен қисапсыз нығметпен мәңгілік бақыт мекені адын жұмақ бақшаларына кіргізе көр. Сондай-ақ олармен бірге ата-бабалары, жұбайлары һәм ұрпақтарының ішінен ізгі жандарды да жұмаққа кіргізгейсің. Шүбәсіз, азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әр үкімі мен әрісінде көптеген хикметтер жататын, теңдесі жоқ даналық иесі бір өзіңсің. Оларды ақиреттегі жамандық атаулыдан сақтағайсың. Сол күні сен, кімде-кімді жамандық атаулыдан сақтасаң, шүбәсіз, оны шексіз рахымыңа бөлегенің. Міне бұл зор жетістік деп жалбарынады. Өмір бойы күпірлікте қасарысып, кәпір болып өлгендер жаһаннамның жан төзгісіз азабын тартып, сол үшін өз-өздерін жазғырып жатқанда, расында Алланың сендерге деген ашу-ызасы сендердің дәл қазіргі өз-өздеріңе деген ашу-ызаларыңнан әлде қайда қатты. Өйткені сендер дүниеде қанша жерден иманға шақырылсаңдар да, бәрібір күпірліктен танбайтын едіңдер деп үн қатылады. Сонда кәпірлер, уа Раббымыз, сен бізді екі рет өлтіріп, екі рет тірілттің. Біз енді күнәларымызды толық мойындадық. Енді бұл жерден шығар жол бар ма деп зар илейді. Иә, солай болады. Һәм сөйтіп жалынатын боласыңдар, өйткені бір Аллаға ғана иман келтіріп, құлшылық етуге шақырылғанда қасарысып, күпірлік қылатын едіңдер. Ал оған өзгелер тең тұтылып серік қосылғанда, соған сенетін едіңдер. Қайткен күнде де ақырғы әрі кесімді үкім, Әли, бәрінен асқақ ең ұлы, Кәбир, бәрінен зор, бәрінен де жоғары Аллаға тән. Ол сендерге әркез жалпы болмыстағы һәм өз бойларыңдағы және заттар мен оқиғаларда көрініс табатын айқын аяттарын, яғни өзінің ұлылығын көрсететін дәлелдер мен белгілерін көрсетуде. Сондай-ақ көктен сендер үшін ризық түсіруде. Міне, осынау аяттарға шын көңілден тәубе етіп, бір Аллаға бет бұратын жандар ғана ой жүгіртіп ғибрат алады. Ендеше, уа мүміндер,
Кәпірлер қанша жерден жақтырмаса да, осынау хақ дінді шын жүректен толық қабылдап, бар ықыластарыңмен бір Аллаға ғана құлшылық етіп, жалбарыныңдар. Ол аса жоғары мәртебелі, ұлы арштың иесі. Ол қауышу күнінің өте ауыр күн болатынын алдын ала ескерту үшін, құлдарының арасынан қалағанының жүрегіне өз пәрменімен рух, яғни уахи түсіреді. Ол адамдар қабірлерінен шығатын, һәм жасырын жария бүкіл істері аян болатын, сондай-ақ оларға қатысты ешбір нәрсе Алла үшін жасырын болмайтын күн. Сол күні күллі жаратылысқа бүгін шексіз билік кімнің қолында делінгенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан күллі болмысты бір өзі билік, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән деп жауап береді. Бүгін әрбір жан дүниеде істеген ісіне қарай қарымын алады. Бүгін ешкімге зұлымдық жасалмайды. Шүбәсіз Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Оларды таяп қалған алапат күннен хабардар етіп ескерді. Ол күні жүректер ауызға тығылып, адамдар қайғы мұңға батады. Сондай-ақ ол күні залымдар үшін бірде-бір жанашыр доста, сөз өтетін шапағатшы да табылмайды. Алла көздердің ұрланып қарағанын да, көкіректердің нені бүгіп тұрғанын да біледі. Алла әділ билік айтып, әділ үкім шығарады, һәм шығарған үкімін сөзсіз орындатады. Ал мүшриктердің одан басқа тәңір тұтып жалбарынған құдайлары болса, ешқандай үкім шығара алмайды. Шүбәсіз Алла Самир, бәрін естуші, Басир, бәрін көруші. Олар жер жаһанды кезіп, өздерінен бұрын күпірлікте қасарысып өткен қауымдардың ақырының не болғанын өз көздерімен көріп, ғибрат алмай ма? Анығында олар күш-қуат жағынан да, жердің асты-үстін бірдей игеріп жер бетін көркейту һәм онда өркениетке, сәулет өнеріне қатысты мұра қалдыру жағынан да бұлардан анағұрлым алда болатын. Алайда күнәлар үшін Алла олардың бәрін бас салып, сазайларын берді. Сөйтіп оларды Алланың қаһарынан сақтап қалатын бірде-бір қорған табылмады. Иә, солай болды. Өйткені оларға жіберілген пайғамбарлар ап-айқын дәлелдермен келді. Алайда олар айқын дәлелдерді жоққа шығарып, күпірлік қылды. Сол үшін Алла олардың бәрін бас салып, сазайларын берді. Өйткені ол тым күшті, жазасы да тым қатты. Расында Мұсаны пайғамбарлығын қуаттайтын ап-айқын аяттарымызбен, мұғжизаларымызбен және айқын ықпалмен жібердік. Біз оны Фирғауынға, Хаманға және Қарунға жібердік. Алайда олар Мұса жайлы бұл бір әккі сиқыршы әрі барып тұрған өтірікші десті. Мұса оларға құзырымыздан ақиқатпен келген кезде, олар бізден келген ақиқатқа іліммен, ақылмен төтеп бере алмаған соң, білектің күшіне жүгініп, онымен бірге иман келтіргендердің ұл балаларын өлтіріңдер, ал қыздарын өздеріңе әйел немесе күң қылып алу үшін тірі қалдырыңдар деп, мысырлықтарға пәрмен қылды. Алайда кәпірлердің мүміндерге қарсы ойластырған айла шарғылары мен құрған тұзақтары түптің түбінде зая кетеді. Фирғауын: қоя беріңдер мені. Мына Мұсаны өлтіріп тастайын. Егер оған жан керек болса, Раббысына жалбарынсын. Расында мен оның діндеріңді өзгертіп жіберуінен я болмаса, бұл жерде лаң салып бүлік шығаруынан қорқамын, деді. Сонда Мұса: мен жауапқа тартылатын күнге сенбейтін, әрбір тәкаппар озбырдың кесірінен сақтану үшін менің де Раббым, сендердің де Раббыларың болған Аллаға сыйынамын, деді. Сол кезде Фирғауын әулетіне жататын, алайда өзінің иманын жасырып келген бір мүмін Мұсаға араша түсіп: сонда сендер кісіні һәм өздеріңе Раббыларыңнан ап-айқын дәлелдермен келген адамды Раббым Алла деп айтқан үшін өлтірмексіңдер ме? Егер ол өздерің айтқандай өтірікші болса, онда өтірігінің кесірі өзіне тиеді. Ал егер шыншыл болса,
онда оның сендерге уәде еткен нәрселерінің жоқ дегенде бір парасының бастарыңа келері сөзсіз. Расында, Алла шектен шыққан, әрі өзіне берілген нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай, зая қылушы өтірікші кәззапты әсте тура жолға салмайды деп, шектен шыққан залымдарды жазғырды. Сондай-ақ ол, «Уа қауымым, бүгін билік сендердің қолдарыңда. Бұл жердегі үстем тап мына сендерсіңдер. Алайда ертеңгі күні басымызға Алланың жойқын азабы келер болса, бізді одан кім құтқара алады? Өздерің айтыңдаршы» деді. Сонда Фирғауын, оның сөзін бөліп, «Мен сендерге өзімнің дұрыс деп білгенімді ғана айтудамын, және сендерді тек қана дұрыс жолға бастаудамын» деп сөзге килікті. Алайда әлгі мүмін сөзін жалғап, «Уа қауымым, расында мен өздеріңнен бұрын өткен қауымдардың басына келген алапат күн сияқты бір күн сендердің де бастарыңа туама деп қорқамын. Нұх қауымының, Ат пен Сәмуд халқының және солардан кейін өткен басқа да қауымдардың бастарына келген алапат апат сияқты бір апатқа тап боласыңдар ма деп қорқамын. Естеріңде болсын, Алла құлдарына зұлымдық жасауды қаламайды. Уа қауымым, расында мен сендер үшін ойбайға басып, бір-біріңнен жан таласып жәрдем сұрайтын, һәм біріңе-бірің лағнет жаудыратын күннен қорқамын. Ол күні тозақ отын көргендеріңде ту сырттарыңды беріп қашатын боласыңдар, бірақ еш қайдада қашып құтыла алмайсыңдар. Сендерді Алланың жан төзгісіз азабынан сақтайтын ешкім табылмайды. Алла кімде-кімді тура жолдан тайдырар болса, оны ешкім тура жолға бастай алмайды. Бұдан бұрын Юсуф те сендерге ап-айқын дәлелдермен келген еді. Сендер сол кезде де ол әкелген ақиқатқа үнемі шәк келтірумен болған едіңдер. Сөйтіп, ол дүние салғанда, оны өздеріңше ұлықтағансып, Алла одан кейін пайғамбар жібермейді, амал не деген едіңдер. Ендеше, Алла шектен шыққан, әрі өзіне берілген нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған, күмәнға салынғыш адамды міне осылай адастырады. Ондайлар өздеріне Алладан ешқандай айғақ келмесе де, ешқандай өкілеттілік берілмесе де, Алланың бүкіл болмыстағы өз бойларындағы һәм кітабындағы айқын аяттары төңірегінде бей-берекет сөз таластырады. Олардың бұл қылығы Алланың алдында да, оған иман келтірген жандардың алдында да ашу шақыратын өте жағымсыз іс-әрекет болып табылады. Алла әрбір тәкаппар озбырдың жүрегін міне осылай мөрлеп тастайды деді. Сонда Фирғауын Хаманға, «Ей Хаман, маған арнап көкпен таласқан зәулім мұнара салғыз. Бәлкім сол арқылы көктегі жолдарға жетермін. Күллі аспан әлемін сүзіп шығуға болатын жолдарға жетермін. Кім білет, бәлкім Мұсаның құдайын да көрермін. Анығында мен оның өтірікші кәззәб екендігіне кәмілмін» деп Мұсаны мазақ қылды. Міне осылайша Фирғауынның жаман істері өзіне Әзәзіл шайтанның қолымен безендіріліп көрсетілді. Сөйтіп, ол тура жолдан мүлдем тайдырылды. Нәтижеде Фирғауынның бұл тұзағы да зая кетті. Иман келтірген жан сөзін жалғастырып, «Уа қауымым, маған еріңдер, сендерге дұрыс жолды көрсетейін. Уа қауымым, бұл дүниенің тіршілігі аз күндік болмашы күнкөрістен тұрады. Ал ақиретке келсек, ол нағыз мәңгі бақи тұрақтайтын мекен. Кімде-кім қандай да бір жамандық жасаса, оған тек соған лайық жаза беріледі. Сондай-ақ мейлі ер немесе әйел болсын, кімде-кім мүмін бола отырып, Алланың разылығына бөлейтін сауапты да игілікті істер істесе, міне солар жәннатқа кіреді. Онда олар қисапсыз ризық несібеге көз көріп құлақ естімеген, ешкімнің ойына да кіріп шықпаған сан алуан нығметтерге бөленеді. Уа қауымым, мен сендерді тозақтан құтылуға шақырсам, сендердің мені тозаққа шақырғандарың қалай? Сендер мені
Аллаға көпірлік қылуға және қолымда Құдай екендігіне қатысты ешқандай дәлел болмаған нәрселерді тәңір тұтып, жаратқанға серік етіп қосуға шақырасыңдар. Ал мен болсам, сендерді, азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, ғаффар, құлдарының күнә қателіктері қанша жерден көп болса да, тәубелеріне келген жағдайда оларға өте кешірімді Аллаға шақырамын. Расында сендер мені бұл дүниеде де, ақиретте де алдына барып жалбарынуға, құлшылық етуге мүлдем тұрмайтын нәрселерді тәңір тұтуға шақырасыңдар. Ақыр соңында бәріміздің барар жеріміз шүбәсіз бір Алланың құзыры, шектен шығушылар бар емес пе? Міне солар, нағыз тозақтықтар. Осыдан айтпады демеңдер. Осы айтқандарымның бәрін әлақ естерің алатын боласыңдар. Һәм кеште болса, парқына жетесіңдер. Олай болса, мен енді бар ісімді бір Аллаға тапсырамын. Шүбәсіз Алла құлдарын үнемі көріп бақылап тұрушы деп айтты. Нәтижеде Алла оны, Фирғауын мен оның шынжыр балақ, шұбар төс шонжарлары құрған тұзақтардың кесірінен сақтады. Сөйтіп, Фирғауын әулеті жаман азаптың құрсауында қалды. Олар ертелі-кеш тозақ отына тосылады, қақтылады. Сондай-ақ қиямет қайым орнаған күні Фирғауын әулетін ең ауыр азапқа кіргізіңдер деген пәрмен беріледі. Олар тозақта бір-бірімен қызыл кеңірдек болып салғыласады. Содан дүниеде азғындыққа салынған, күштілерге көзсіз ерген әлжуаздар кезінде өздерін өктемдікпен билеп төстегендерге, біз дүниеде сендерге ерген едік. Ал енді біз үшін тозақ азабын сәлде болса жеңілдете алар мекенсіңдер дейді. Сонда дүниеде өзгелерді өктемдікпен билеп төстегендер, енді бәріміз тозақтамыз. Алла құлдар арасында билік айтып кесімді үкім шығарды. Әркім өзіне лайық жазасын тартуда деп жауап береді. Тозақтағылар, жаһаннамның сақшы періштелеріне садағаларын кетейік. Біз үшін Раббыларыңа жалбарынып көріңдерші. Азабымызды бір күнге болса да жеңілдетпес пе екен? Періштелер олардан, сендерге пайғамбарларың апайқын дәлелдермен, мұғжизалармен келмеп беді дейді. Сонда олар, я, әкелді деп жауап береді. Сонда періштелер, ендеше өздерің жалбарыныңдар дейді. Кәпірлердің дұға мінәжаты нәтижесіз қалатын дұға, одан басқа түк демес. Шүбәсіз, біз елші пайғамбарларымызға және иман келтіргендерге бұл дүниеде де барлық куәгерлер Алланың алдында тікелерінен төктіріп куәлік жүретін қиямет күні де міндетті түрде жәрдем береміз. Ол күні залымдарға алға тартқан сылтауы титтей де пайда бермейді. Олардың сыбағасы лағнет, яғни Алланың рахмынан аласталу, әрі адам айтқысыз сұмдық тұрақ болмақ. Біз шүбәсіз Мұсаға тура жолға бастайтын кітап бердік. Кейін ол кітапты Исраил ұрпақтарына мұра етіп қалдырдық. Оларға тура жолға бастайтын, һәм ақыл иелері үшін тұнып тұрған насихат әрі нұсқау болған кітапты мұра етіп қалдырдық. Олай болса, сен барынша сабырлық танып, неге десең, Алланың хас құлдарына һәм мүміндерге берген уағдасы хақ. Күнә қателіктерің үшін Алладан кешірім тіле және ертелі-кеш Раббыңа сен мінсізсің, ұлысың. Бар мадақ пен шексіз шүкіршілік һәм ең көркем есімдер мен теңдессіз сипаттар бір өзіңе ғана тән деп мадақ жаудыр. Өздеріне жоғарыдан ешқандай айғақ келмесе де және ешқандай өкілеттілік берілмесе де, Алланың кітабындағы бүкіл болмыстағы һәм адам бойындағы айқын аяттары төңірегінде бейберекет сөз таластыратындардың көкіректерінде асқақтық пен тәкаппарлықтан басқа түк те жоқ. Олар өздерін лайықпыз деп есептеген сол ұлылыққа әсте жетпейді. Сен олардың сан қилы айлы амалдары мен құрған тұзақтарынан сақтану үшін бір Алладан пана тіле. Шүбәсіз, ол Сәмиғ, бәрін естуші, Басир, бәрін білуші. Анығында күллі аспан әлемі мен жердің жаратылуы адамдардың жаратылуынан әлде қайда зор іс.
Алайда адамдардың көбі мұны білмейді. Көрсоқыр мен көретін адам бірдей болмайды. Сол сияқты иман келтіріп, сол иманның арқасында игілікті істер істеген жандар мен жамандық жасаушылар да бірдей емес. Әйтсе де, сендер тым аз ойланасыңдар. Қиямет сағаты міндетті түрде келеді. Онда шәк жоқ. Алайда адамдардың көбі бұған сенбейді. Раббыларың, маған дұға етіңдер, сендерге жауап берейін. Шүбәсіз тәкаппарлыққа салынып, маған құлшылық қылуды бойларына шақ көрмегендер, әбден қор болған күйде жаһаннамға кіреді деп айтады. Ол тынығып, дамылдауларың үшін түнді, айналаны емін-еркін көріп тіршілік етулерің үшін күндізді жарық қылып жаратқан Алла. Шүбәсіз, Раббың адамдарға аса шарапатты, алайда адамдардың көбі шүкіршілік етпеуде. Міне, сендердің Раббыларың болған, сендерді жоқтан жаратқан, бәле жаладан сақтайтын әрі ризық несібелеріңді беретін Алла осындай. Одан басқа құдай жоқ. Ендеше қалай ғана біреулердің ығына жығылып, ақиқаттан теріс айналып жатырсыңдар. Алланың аяттарын қасақана мойындамай жоққа шығарумен болғандар, міне осылайша ақиқаттан бездіріліп, тура жолдан тайдырылуда. Сөйтіп, одан өзге кім көрінгенді әрі не болса соны тәңір тұтуда. Алла сендер үшін жерді жайлы тұрақ, аспанды оны толық жауып тұратын алып күмбез қылды. Сендерге кескін келбет берді, һәм ең көркем, ең лайықты кескін келбет нәсіп етті. Сондай-ақ сендерге адал, таза һәм пайдалы ризық берді. Міне, осының бәрін берген Раббыларың Алла. Күллі әлемнің Раббысы, шексіз нығмет пен құт берекенің жалғыз иесі болған Алла қандай ұлы. Ол хай, басы мен ақыры болмаған мәңгілік тіршілік иесі, одан басқа құдай жоқ. Ендеше осынау хақ дінді шын жүректен толық қабылдап, бар ықыластарыңмен оған ғана құлшылық етіңдер һәм оған ғана жалбарыныңдар. Бар мадақпен шүкіршілік атаулы күллі әлемнің Раббысы Аллаға тән. Уа Мұхаммед, оларға расында маған Раббымнан бар ақиқатты ашып көрсететін ап-айқын дәлелдер келген сәттен бастап, сендердің Алладан басқа тәңір тұтып, жалбарынып жүрген құдайларыңа табынуға үзілді-кесілді тыйым салынды. Сөйтіп мен жан тәніммен күллі әлемнің Раббысына қалтқысыз мойын сұнуға бұйырылдым деп айт. Ол сендерді әу баста топырақтан, содан кейін ер мен әйелден бөліп, әйелдің жатырында тұрақтайтын бір тамшы судан, содан соң жатырға сүліктей жабысқан үйісқан жасушадан жаратты. Кейін бәріңді ана құрсағынан қызылшаға нәресте етіп, жарық дүниеге шығарады. Содан соң сендерді ақыл-ес һәм күш-қуат жағынан толықсытып ер жеткізеді. Соңыра қаусаған қарт болғандарыңша өмір сүргізеді. Сондай-ақ араларыңнан кейбіреулер жасына жетпей-ақ Алланың жарлығымен дүниеден озады. Қалғандарың, ажалдарың жеткенше белгілі мерзімге дейін өмір сүресіңдер. Бәлкім осының бәрін ақылға салып ойланып, ғибрат аларсыңдар. Сондай-ақ, өмір сыйлайтын да, өлтіретін де бір өзі. Ол бір істің немесе нәрсенің болуын үкім қылса, оған тек бол дейді, сонда ол бірден бола қалады. Алланың аяттары төңірегінде бей-берекет сөз таластырып жүргендерді көрмеймісің? Олардың ақиқаттан қалай алшақтатылып, бездіріліп жатқанын көрдің бе? Кітапты һәм пайғамбарларымыз арқылы жібергендерімізді мойындамай, жалғанға шығарғандар әлақ білетін болады. Олар мойындарына темір ажырғылар салынып, қол-аяқтары темір шынжырлармен маталып, сүйретілгенде білетін болады. Олар алдымен бұрқ-сарқ қайнаған суда қайнатылып, содан кейін жалындаған отқа қақталатын болады. Сол кезде олардан «Қане, қысылғанда қолдайды» деп, Аллаға серік қосып табынған құдайларың қайда? Алладан басқа құдайларың қайда деп сұралғанда, олар бізден безіп кетті, бізді тастап көзден ғайып болды. Расында біз бұдан бұрын дүниеде түкке тұрмайтын нәрселерге жалбарынып өткен екенбіз деп жауап береді. Алла кәпірлерді, міне,
осылай адастырады. Мұның себебі, сендер жер бетінде беттеріңмен кетіп, орынсыз ойнап күлетін һәм азғындықта тым шектен шығатын едіңдер. Олай болса, жаһаннам қақпаларынан кіріңдер де, мәңгі бақи сонда қалыңдар. Тәкаппарлыққа салынып, ақиқатқа қарсы келгендердің о дүниедегі барар жері қандай жаман еді. Уа Мұхаммед, ендеше сен барынша сабырлылық таныт, өйткені Алланың уағдасы хақ. Оларға уәде еткен азабымыздың кейбірін саған көзіңнің тірісінде көрсететін болсақ, яки көрсетпей-ақ сені о дүниеге аттандырсақ, не өзгереді ғой дейсің? Қайткен күнде де соңында олардың барлығы бізге қайтарылады да лайықты қарымталарын алады. Біз сенен бұрында көптеген пайғамбарлар жібердік. Кейбіреулерінің жайын өзіңе баяндап бердік. Кейбіреулері жайлы еш нәрсе де айтпадық. Бірде-бір пайғамбар Алланың рұқсатынсыз ешқандай да мұғжиза көрсете алмайды. Ал Алланың пәрмені келгенде қара қылды жарған әділ үкім шығарылады. Міне сонда Алладан өзгелерді тәңір тұтып жалған жолдарға түскендер қатты зиянға ұшырайды. Алла сендер үшін кейбірін мініс көлігі ретінде пайдалансын, енді бірін азық қылсын деп 4 түлік малды жаратты. Олардың сендер үшін басқада көптеген пайдалары бар. Һәм солардың арқасында көңілдеріңдегі маңызды істерді тындырып, діттеген мақсаттарыңа жетесіңдер. Құрлықта соларға мініп, теңізде кемелерге мініп, алыс жақын елдерге сапар шегесіңдер. Әрі жүктеріңді тасисыңдар. Алла өзінің бар екендігінің, құдіреті күшті жалғыз Құдай екендігінің апайқын белгілері мен дәлелдерін сендерге міне осылайша көрсетуде. Ендеше Аллаға тән осынау апайқын дәлелдердің қайсы бірін жоққа шығара аласыңдар? Олар жер жаһанды кезіп, өздерінен бұрын Алланың аяттарын жоққа шығарып күпірлікте қасарысып өткен қауымдардың ақырының не болғанын өз көздерімен көріп, ғибрат алмай ма? Анығында олар сан жағынан да, күш қуат жағынан да, жердің асты үстін бірдей игеріп, жер бетін көркейту һәм онда өркениетке, сәулет өнеріне қатысты мұра қалдыру жағынан да бұлардан анағұрлым алда болатын. Алайда олардың бар тапқандар мен жеткен жетістіктері Алланың қаһарына ұшырап, бастарына күн туғанда өздеріне еш опа бермеді. Өздеріне жіберілген елші пайғамбарлар, оларға апайқын дәлелдермен, ғаламат мұғжизалармен келгенде, олар өздеріндегі осы дүниемен шектелген болмашы ілімге мас болып, Алладан келген иләһи ақиқаттарды мазаққа айналдырды. Алайда олар мазаққа айналдырған иләһи азап өздерін жан-жақтан құрсаулап, қыспаққа алды. Сөйтіп олар өздеріне төніп келген жойқын азабымызды көрген бойда, біз бір Аллаға иман келтірдік һәм бұған дейін оған серік етіп қосқандарымыздың бәрін жоққа шығарамыз десті. Алайда өздеріне төніп келген жойқын азабымызды көрген сәттегі айтқан имандары оларға титтей де пайда бермейді. Алланың құлдарына қатысты әу бастан өзгермей келген заңы мен ісі міне осындай. Міне осы тұста кәпірлер зиянға ұшырады.